Бірінші есеп. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін жауабын табыңыз. -3 кіші немесе тең 2х азайтылған 5 бөлінген 3-тен, ол кіші 1-ден. Жазайық теңсіздігімізді. -3 кіші немесе тең 2х азайтылған 5 бөлінген 3 кіші 1-ден. Бізде ортасындағы өрнектің бөліміндегі 3-тен құтылу үшін біз барлық 3 бөлімінде, яғни мына бөлігінде, мына бөлігінде, мына бөлігінде 3-ке көбейтеміз. Сонда мұнда көбейту 3 болады да, мына 3-пен 3 қысқарып кетеді. Ал мұнда -3-ті 3-ке көбейтсек -9 кіші немесе тең 2х -5 кіші 3-тен. Енді бізге мынау -5-тен құтылу керек. Ол үшін біз теңсіздіктің 3 бөлігіне де 5-ті қосамыз. Сонда мұнда -9 плюс 5 болады. Мұнда 2х -5 плюс 5 бізге 0-ді береді, және 3 плюс 5. -9 плюс 4 таңбалары әртүрлі, үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. 9-дан 5-ті азайтамыз 4, үлкеннің таңбасы -4. 3-ке 5-ті қоссақ 8 болады. Енді бізге х-тің алдындағы 2-ден құтылу керек. Ол үшін біз теңсіздіктің 3 бөлімінде 2-ден 1-ге көбейтеміз. Сонда -4 көбейту 2-ден 1, 2х көбейту 2-ден 1, және 8 көбейту 2-ден 1. -4-ті 2-ден 1-ге көбейту деген сөз, ол -4-ті 2-ге бөлу деген сөз. -2 кіші немесе тең, мұнда 2 мен 2 қысқарады, х қалады, ол кіші 8 мен 2 қысқарады, мұнда 4 қалады. Яғни біздің х-іміз -2-ден үлкен немесе тең, бірақ 4-тен кіші. 4-тен қатаң кіші. Демек, біздің ең үлкен бүтін жауабымыз ол 3 болады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.